Армысыз құрметті тыңдаушы. Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркелмесеңіз арнаға тіркеліп, және осы әңгімеге лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Көп рахмет. Перденің ашық қалған тұсынан енген таңның бозамық белгілерінен бөлме ішінің қараңғылығы аздап сейіліңкіреді. Айнала оңған шүберектей бозара түскен. Айман пердені ысырып сыртқа үңілді де, кеше түстен кейін жауа бастаған қар әжептәуір өндіріп тастапты. Әлі де жауып тұрма қалай, деп іштей күбірледі. Тыстағы ызғарды жан дүниесімен сезінген Айманның бойы қалтырап кетті. Пештің қызуы әлде қашан басылып қалғандықтан үй іші салқын тартқан. Ол көрші бөлмеде жатқан енесі мен кішкентай ұлы Қасымды оятып алмайын деп есікті ақырын ашып дәлізге шықты да сырт киімін киді. Осы кезде енесі Қалампыр өз бөлмесінің есігінен басын қылтитып, келіннің от жағу қамымен тысқа шығып бара жатқанын біліп тұрса да, зілдене сыбырлай: «Немене, таң қараңғысында тұрып алып, қайда бармақсың?» деп жақтырмай көз тастады. Келініне ылғи да жекіп сөйлеу Қалампырдың үйреншікті әдеті. Енесінің шымбайына батыр айтатын сөздерін ести Айманның да еті өліп кеткен. Сондықтан кейуананың кезекті кейісті сөзіне шамдана қоймады. Айманның бұл шаңыраққа келін болып түскеніне биыл 6-шы қыс. Осы 6 жылда бұл кемпір Айманға дауыс көтере сөйлеуінен әсте жаңылған емес. Ол бәріне көніп, жауап қатудың орнына үн-түнсіз түк болмағандай үйшілік күйкі тірлігін жалғастырып жүре береді. Келінінің өзіне қарсыласпай, сөз қайтармай құтылатындығына ызасы келе ме, бәдіктің сөзіне құлақ асып не опа табамын деп ойлайды деме, бәлкім мұның мінезінің тым жұмсақтығы мен момындығына налый ма. Әйтеуір Қалампыр Айманға тіл тигізе бастаса, бүкіл үйді басына көтеріп үдете түседі. Айман енесінен көрген жәбірін осы уақытқа дейін бірде-бір рет тісінен шығарып, көрші қолаңға төркініне айтпақ түгілі сездірмеуге тырысатын. Бұл оның табиғатының момындығынан болар. Жоқ, олай емес. Қанша жерден қолға үйренген қоңыр қозыдай жуас болғанымен, тіл барда ішкі сарайдағы сұрықсыз мұңды сыртқа шығармау мүмкін емес қой. Мұның себебі мүлде басқа. Ол енесі қаншама зіркілдеп жатса да, өзін іштей жақсы көретін, жүрегінде келінін өзімдікі, менің келінім деп иемдену сезімі бар екенін терең түсінетін. Оның үстіне кімде-кім өзінен туғанға жекіп сөйлесе, ол сөз көңіліне қаяу түсірмейтіні, ал өзінің құрсағынан шықпағанға дауыс көтеру жүрекке ауыр тиетіні әлімсақтан қалыптасқан қағида екенін білетін Айман енесінің өмірдің осы бір заңдылығына қарсы шама шарқынша күрес жүргізіп келе жатқанын анық байқайтын. Сонымен қатар ақ кебін киіп, суық көрдің сызды топырағына жамбасы тигелі біраз болған марқұм шешесінің: «Қызым, өсек тасып өрісіңді тарылтып жүрмегей, жеңілтек болма. Ол көп нәрсенің байыбына барғызбай, арзан қол, жайдақ, бір қарағанда әйбат, жақыныңнан үңілсең, сүреңсіз дүниелерге үйірсе кетіп, түйсігі тайыз, бақытын шалқыған мұхиттан көрі, көл бақалар құжынаған сасық сулы көлшіктен іздейтін, одан әрі шарықтауға шамасы жоқ адамдар санатына қосады, малдандырып, тағдыр таяғының астында қалдырады. Ал төзімділік сенің баянды ғұмыр кешуіңе, отбасың мен ортаңның құрметіне бөленуіңе жол ашады» деген аналық сөзінің әсері де Айманды сабырлыққа, салмақтылыққа, Қалампырды марқұм күйеуінің шешесі екендігін бір пәсте естен шығармауына септігін тигізетін. Айман жоғары сыныптарда оқып жүрген кезінде қызығы мен думаны мол, жастық шақтың ажарын аша түсетін, бар әсемдік пен сұлулық өмір мәні сонда деп есептелінетін үлкен қалалардың біріне оқуға түсіп, одан әрі атақты жандардың арасынан орын алып, солар секілді ел аузында есімі жүретін адам болсам деп ойлайтын, қиялдайтын, үміттенетін. Бірақ бақытты балалық шағы, бойжеткен бұла күні.
Мектепті бітірер кез жақындаған сайын оның ой арманы, қиялындағылары діттегеніне қалайда жетемін деген сенімін семіртіп, серпілте түсетін. Ол арман тілегімнің орындалмауы мүмкін емес деп есептейтін. Үміті күн нұрымен шағылысқан алтын күмбездей жарқырай көрініп, сол күмбезге саты қойып, оп-оңай шыға салатындай көрінетін. Қайдан, жүрегін қытықтап, самал желдей аймалап, алысқа құлаш ұрғызған, елжіретіп, мен мұндалап, қол бұлғаған, санасын санға, ойын оңға бөле мазалаған биік арманы, ізгілікті үміті бірте-бірте тіршілік шырмауығыны шырмалап, соңында ғұмырдың мәні, атақ, даңқ, биік мансап, жұрт алдында жарқырап көрінуімен ғана өлшенбес. Маңдайға жазылған жазмыштың, тағдырдың несібесін қанағат тұтып, көңілге арқау етіп, ел қатарлы, қалтарыста қалып қоймай, отбасылық бақытпен алдамшы өмірдің алдан берер ырзығынан құр қалмай, бала өсіріп, шаттықты өзі құрған шаңырақтан іздеудің өзі де керемет бір дүние емес пе дегендей ой тұжырымдарға ұласып, өзін-өзі жұбатып, алдаусыратқаны бар еді. Айман күйеуге шыққанда 19 жаста болатын. Шешесі өмірден озған соң, әкесі бір жыл өте шаңыраққа өгей шеше кіргізді. Әпкесі мен екі ағасы аяқтанып, өз алдарына отау көтерді де, бұған қарайласуға мұршалары келмей кетті. Пешенеге бұйырған өгей шешенің жайсыздығынан жан дүниесі құлазыған Айманның жоғары оқу орнына түсемін деп талпынғаны әдіре қалды. Өйткені кейінгі жылдарда орын алған үй тұрмысының жұтандығы қолды матап, мойынға бұршақтай киілген еді. Ақыры көңіл жарасып, тілек қосылып, тағдырдың мұнысына да шүкір, қалаған жігітіне тұрмысқа шығып тыныш тапты. Бірақ бұл қызықта ұзаққа созылмады-ау. Күйеуімен небәрі 2 жылға жетпейтін ғана уақыт отасты. Егер ажал араға килікпегенде, осылай жалғыздықтың жапанында шөліркеп, бар қызығын жартылатып алар ма еді? Әйтеуір жалғызы Қасымның қасында болғанына жанына жұбаныш. Күйеуімен бірге өткізген аз ғана уақыт өмірінің ең бір шуақты, нәрлі кезеңдері екен ғой. Нұрбақ Айман дегенде құрақ ұшып, құрметпен қарауы күн өткен сайын арта түскен. Ол шешесінің қыңыр мінезінен қысылып, бұған енесінің орынсыз тіл тигізіп жатқан кезінде екі оттың ортасында тұрғандай сезініп, Айманға байсалды болуға көз қиығымен ишарат жасайтын. Түнде жеке қалғанда, ренжімеші, апамның осындайы бар, бірақ көкейінде зілі жоқ, сені сөзімді көтереді, көңіліне ауыр алмайды дейтін шығар, деп шешесін жамандыққа қимай, бір жағынан Айманның да көңілін тауып, ара ағайындық қызметін ойдағыдай атқаратын. Айман Нұрбаққа: неменесін қиналасың, мен түсінбеді дейсің бе, деп еркелей тіл қататын. Ол да бір келмеске кеткен ләззатты күндер екен-ау. Босанып, перзентханадан келгенде күйеуінің қуанышын көрсеңіз. Шешесінен қысылып, нәрестенің жанына жолай қоймайтын, бірақ оңаша қалғанда шексіз, ессіз бала жандылықпен өбектеп, рахаттана, қуанышын жасыра алмай, соңында жұбайын ыстық құшағына көміп, құмарлана аймалайтын. Өмірде сәттілік пен сүреңсіздік қатар жүреді. Нұрбақты ойласа болды, бірге өткізген, тәтті, ләззат сыйлаған күндер тізбектеле көз алдына келе қалады да, артынша қара жамылдырған қаралы күндер жұтынып шыға келеді. Күйеуің жол апатынан қаза болды деген суық хабарды естігенде, естен тана құлаған жас келіншек өлмеген соң осылайша тіршілігін іштен тынып жалғастыра берген. Алғашқыда Нұрбақ мерт болды дегенде сенбей, кеткен жағына қарайлап, жол тосып, оның бұл дүниеден қайтқанына сене алмай, әлде бір жақтан аулаға кіріп келетіндей көрініп, алданшы сенімнің жетегінде жүрді. Одан кейін де мәйітті қорымға алып бара жатқанын, шығарып салу ғұрпын көзбен көріп, білгенмен де жамандықты маңына жақындатқысы келмей, оны өлдіге қимай аласұрып баққан еді. Бірақ уақыт өте келе жолға қарап елеңдеуін, алдамшы сенімін сейілтіп, шындықты мойындамасқа лажы қалмаған. Енесіне де жеңіл тиген жоқ.
жарықтық тағдырдың тәлкегін көріп алайын дегендей ішкі дүниесі езіліп еңіреп тұрса да белін бүкпей, сырт көзге сыр бермей шыдап бақты. Мықты екен. Күні ертең не боларын жұмбақтап ұстайтын меңіреу өмірдің менмендігіне менменсіп жауап берген қайсар жан, бар ермегім, бар байлығым осы деген сыңай білдіргендей немересін қасынан бір елі тастамай, әрбір тәй-тәй басқан адымын бақылап, асты үстіне түсіп бәйек болатта жүреді. Одан басқа не қалды? Қаралы күндердің қабағы ашылмай, түңілігі түсірілмегеннен қайғыға бірте-бірте еті үйреніп, күрсіне бәріне де лажсыздан көне білгенге дейін ене тарапынан туындайтын кейісті үн біршама үзіліп қалған еді. Дегенмен күн өте ененің үстемдігі қалпына түсті. Алайда бұл үстемдік ара қатынасты алшақтатпай қайта жақындастыра білді. Мұның сыры ортай қайғының жүгін екеуі тең бөліп көтергендерінде жатыр еді. Енесі сыртқа қазымыр көрінгенімен шын мәнінде жомарттыққа қара жаяу еместі. Отбасының азын-аулақ қаржысы осы үйге келін болып түскелі Айманның қалтасында. Керек жарақ, азық-түлік сатып алу өзінің еншісіндегі іс. Мұндай істерге енесімен ақылдаспақшы болса, өзің білсейші, қашанғы мені айналдыра бересің деп тізгініне жармаспайтын, оны мұныға киліге бермейді. Келін мен бала үй-ішілік тірлікте үлкендермен ақылдасып отырмаса, оларды басыну, керек етпеу, отбасынан оқшаулап, бөліп тастау деп санайтын Айман алда-жалда өздерің біліңдер десе де көңілі үшін бір мезгіл мән-жайдан хабардар етіп отыру керек деп ұғатын. Айман бұл жағынан келгенде ағаттыққа бармапты. Қалампыр зейнетақысын алған күні той-томалақ, өлім-жетімге барғанда кәдіге беретін азын-аулақ теңгені алып қалады да, қалғанын мұртын бұзбай келініне ұстатады. Бұл отбасы қаржыдан кемдік көрген емес. Қалампырдың зейнетақысы шай-пұлға жетсе, басқа да қажеттіліктерге қолдағы 30-ға жоқ майдамал мен сүті қою 2 сиырдың өнімі төтеп береді. Нұрбақ мұғалімдік қызмет атқарып жүргенде еңбек ақысын жинап, тағы біраз уақ мал сатып алмақшы болып еді. Шешесі: «Қой балам, осы қолдағыны кемітпей, сол күйінде ұстап тұрсақ та болады. Көбейген сайын бейнеті де арта түседі. Өзің мектептесің, мен болсам қайбір жетісіп жүр дейсің. Айналып келіп, мал күтімі Айманға жүктеледі. Қазан ошақтың тірлігі тағы бар» деп тоқтатып тастаған. Міне осылайша бұл отбасы осы қолдағы малдың басын кемітпей, не көбейтпей, жылдағы өнімін жаратып, күндерін көріп келеді. Қалампыр Айманды осы уақытқа дейін Айман немесе келін деп атаған емес, тек қызым дейтін. Айман алғаш келін болып түскен жылы енесінің: «Қызым, ананы сыйламау азғындық. Шешеңнің өлген күнін ұмытпай, әзір мүмкіндік бар ғой, төркініңе бір қойыңды, тәтті-пәттіңді, нан-паныңды алып барып, ағайындарыңды жинап, Құран оқытып, оны бір жылмен ғана шектемей, әр жылы қайталап тұратын бұл. Мен қолыңды қақпаймын, шешемнің әруағын оятып еске аламын. Бұл менің оған көрсеткен құрметімнің белгісі ғой» деп ойлайтын адамға қарсы болады деймісің? «Шешең байғұс қызығыңды көре алмай кетті» деген сөзі Айманның құлағында шешесі қайтқан күн жақындағанда жаңғыра түсіп, төркініне енесі ертіп барып, ағайын туыстарын жинап, анасына Құран бағыштатып қайтатын. Оның үстіне енесі марқұм баласының құлағына қайта-қайта құйып жүріп: «Балам-ау, әйеліңнің анасын сыйламасаң, әйелің мені сыйлар деймісің? Бар, құдағүйдің басына жұрт қатарлы қоршау орнат, ол да сенің шешең ғой. Екі қайнағаң мен қайынбикеңнің мүмкіндіктері болмай жүрген шығар» деп шешесінің басына белгі орнатуға мұрындық болған да өзге емес осы Қалампыр апасы. Осының бәрін көңілінің жылы жеріне сақтаған Айман енесінің қайрап ысыла түссін, тірлігіне мығым болсын деген пиғылмен дауыс көтеруін қалай ғана көңіліне ауыр алсын. Енесінің қадірі Айман үшін күннен күнге арта түскендей. Осыдан 2 апта бұрын
Қалампыр апа тұмауратып, қызуы көтеріліп, ауруханаға түскенде Айман енесінің орны опырылып, үңірейіп қалғанын сезді. Қашан үйге келеді екен деп тағатсыздана күтіп, сол кеткеннен қайтып келмейтіндей үрейленіп, жан дәруі жалғызы жанында болса да, ішкі дүниесі құлазып, шыдамы таусыла әр нәнені бір ойлап, Қасымды құшағына қыса, білдірмей көз жасына ерік берген еді. Енесі 10 күн ауруханада жатқанда, Айман күн құрғатпай барып тұрады. Апасы оған күн сайын келе бермеуін ескертсе де, онысын тыңдамай, ыстық тамағы мен сүт майын үстемелеп алып барумен болды. Келіннің келуін тоқтатпасын білген Қалампыр бірде: «Қызым-ай, өзіңнен басқа маған қарайтын кім бар? Марқұм Нұрбақ балам адал жар тауып, сөзімді жерге тастамайтын, тұзымды ақтайтын адамды жаныма қалдырып кеткеніне о дүниеге сеніп аттанған екен ғой. Маңдайыма жалғызымды сидырмағанымен, оның орнын жоқтатпайтын, Нұрбағымның жүрегін көрге көнбей, мойныма тұмардай тағып алған қызымды берген Тәңіріме алғыстан басқа не айтамын?» деп Айманды бауырына қысқан болатын. Ғұмырында бірінші рет енесінің құшақтағанынан Айманның көңілі босап, жасын зорға іркіді. Мейірімді, қажет болса қатал бола білетін, кезі келсе қанттай еріп, ерекше бір тәтті күйге бөлей алатын адуынды кемпірдің құшағы оған ерекше әсер етті. Жан сарайына сиқырлы нұр құйылғандай болды. Сол сәтте бейне бір өз анасы тіріліп келіп, маңдайынан сипағандай болды. Шіркін, өзіңдікіне не жетсін? Күйеуінің жылдық асын атқарғаннан кейін әкесі мен өгей шешесі, ағайындар, ауыл ақсақалдары жиналып, жалғыздық Құдайға ғана жарасады, реті болса теңі табылса жолынан қалмай, келініңізге рұқсат беріңіз деп Қалампырдың алдынан өткен. Енесі: «Рұқсат Алладан болсын, жас адамды үйде қамап ұстамаймын, еркі өзінде» деп келісімін берген. Кісі аяғы басылғаннан соң екеуі оңаша қалғанда кейуана: «Қызым, көзді ашып жұмғанша уақыт шіркін демде емес пе? Бір жылда өте шығыпты. Енді өз билігің өзіңде. Сөз салып келгендер болса, менің көңіліме қарамай бақытыңды тап. Мені үйден қуып отыр деме. Менікі сенің жайыңды ойлағандық» деген. Айман жүзін төмен салып: «Апа, бұл не дегеніңіз? Сізді тастап қайда бармақпын? Нұрбақтың отын өшіріп, не опа таппақпын? Осы үйден шығып ешқайда бармаймын» дегенді. Сонда Қалампыр кемсеңдеп: «Я, саған да қиын. Сені мазалап тұрған Қасымның жайы болар. Балаға өзіңнің туған анасынан артық кім бар? Екеуіңді ажыратпаймын. Тек анда-санда іздеп келіп, бір искетіп тұрсаң, маған сол да жетеді. Нұрбағымның көзі емес пе еді?» деп жанарына үйірілген жасты күштеп тоқтатып, өзін әрең басқан. Айман: «Ту, апа, мені дәл қазір ұзатайын деп отырғандай болдыңыз ғой. Не десеңіз де бәрібір сіздің қасыңызда қаламын» деп жүзіне күлкі ұялата орнынан тұрып кеткен. Қалампыр сол кезде келінін тоқтатып: «Қызым, бұл іске жеңіл қарама. Сонда сен менің тағдырымды қайталамақшысың ба? Осы шаңырақтың астында бір сарынды ұқсас тағдыр иелері мекен етпек пе? Жалғыздықтың отына күйіп, аязына тоңып, аптабында шөлдеп, жалғыздың қамымен 50 жылға жуық өмірімді өткізіппін. Осы аралықта не көрмедім? Ғұмыр болған соң неше түрлі тауқымет, арқаңа батар азап пен қынжылысты қиындықтар кездеседі емес пе? Бірақ бұлардың ішінде ең пәрмендісі жалғыздықпен жазалану екен. Бұл жалғыздық деген жалмауыздың құзырында өмірін өткізген менің пайымым. Дегенмен сол бір сарында сырғып өткен, өзім сүреңсіз жылдар деп есептейтін кездердің де өзіндік қуанышы, алданышы, шамшырақтай жарқыраған үміті болды. Оның бәрін жоққа санасам күпірлік болар. Тағдырдан алған аз ғана сыйымды қанағат тұтып, малдануыма Нұрбағым себеп болды. Барлық қуанышымды баламнан күттім. Сен босағамнан аттағанда еңбегім жанды, сүтім ақталды деп сыртқа сыр бермесем де, іштей масаттанып,
құлпырып жүр едім. Тәңірім көп көрді ме, аяғы осылай болды. Енді қасымды қайда жүрсең де аман есен өсіріп, ел қатарына қоссаң, Нұрбақтың отын өшірмегенің, деді. Сол әңгімеден кейін Айман түнімен дөңбекшіп, ұйқысы келмей, таңды көзбен атқызды. Сонда қалай? Шынымен бұйрық болып, өзгенің етегінен ұстап, ұлымды ертіп кете барсам, байғұс кемпірдің күні не болмақ? Мына 4 қабырғаға қарап, күрсініп, түңіліп, құлазып, жалғыздықтың уын ішіп, қалай күнін өткізбек? Ал өзім жеке салт кетер болсам, құрсағымды жарып шыққан Қасымым қайтпек? Ол әлі жас, әкеден бұлай айырылып, шешеден тірідей көз жазған баланың алдағы тағдыры қай қиырға бет бұрмақ? Оны осы үйге тастап кетсем, жетімдіктің тақсіретін әжесі сездіре қоймаса да, есейе келе, менің әкем қайда, шешем қайда десе, кімнен жан тұштарлық жауап алмақ? Әжесінің де төрінен көрі жуық. Құдай бетін аулақ қылсын. Тфа, егер апам олай-бұлай болып кетсе, буыны қатпаған балғын бала әжесі мен шешесінің қолдан қасақана жасағандай көрінетін ұсқынсыз тағдырының жемтігіне айналмай ма? Жылдар жылжып, қайта табысқанымызбен шытырманды шырғалаңның ылаңы туындап, арадағы уақыт салған соқпақты кедергілерді аттап өтіп, бәрінде қалпына келтіре аламыз ба? Туған шешесінен жерініп кетсе ше? Жоқ. Мүмкін емес. Бала мен ана арасындағы көзге көрінбейтін табиғи байланыс ешқашанда үзілмейді. Тек түрлі кедергілердің әсерінен байланыс жібі шаң тозаңға көміліп, көмескіленіп кетуі ғажап емес. Бірақ оны тазартып, жаңғыртып, жарқырата жарыққа шығаруға болады. Ол ана мен баланың парасаттылығына, бірін анам, бірін балам деп шынайы сезіне білгендігіне, қысқасы өздеріне байланысты. Егер баланы өзімен бірге ала кетсем ше? Болашақ өгей әкесімен түсінісіп кете ме? Жоқ па? Ұлыма өгейліктің дәм-тұзын таттырмай-ақ қойсам қайтеді? Байғұс кемпір, баланы ала кетсем, онда мен өзімнің күйімді күйттеп, басқаның бар жоғымен санаспай, оның да адам болмағанда да бейтаныс біреу емес, өзімнің туған енем екендігіне қол сілтеп, онсыз да жан жарасы асқанған, дәрі өздеп күндіз-түні ақырып, жүрегінде сөнуге айналған сәулені үміттің үлбірек самалымен үрлеп, қайсарлықпен жан таласа, жасымаудың, мүжілмеудің қарекетін қолынан келгенінше жасап жүрген кәрі кемпірге қиянаттың қылышын сұғып, сұлатып, қансыратып кеткендей, қанды қол қарақшы, қаны безер қан сорғыш, өзінен басқа түкті де ойламайтын өзімшілдіктің нақ өзі болып шықпаймын ба? Әкем мен шешемнің маған берген тәрбиесінің нәтижесі осындай болмақ па? Қасымда әжесінің қойнынан суырып алу, енесін өз қолымен соғып көрге лақтыра салғанмен бірдей емес пе? Маздатып жатқан соңғы сәулесін кемпір байғұс лүп еткен әлсіз желтең тұрса өшіріп алмайын деп барын сала байыз таппай жүрген жоқ па? Мен сонда оның алданышын, соңғы сәулелі үмітін, аярлығымды оята жалп еткізіп өшіріп, сәулесінен айырып, қараңғы түпсіз тұңғиыққа қамалған кемпірдің дым көрмей қалғанын өз пайдама асырып, өмір сүре түсуге итермелеп тұрған сүйенішін, рухын, жан дүниесін ұры түскен үйдей астан-кестеңін шығарып, тонап, жан жарасына тырнағымды батырып кете бермекпін бе? Содан кейін өмірімде не мән қалмақ? Қашан көрге кіргенше жан азабын иығыма артып, итір қылжың күн кешпекпін бе? Ол түпкілікті шешімге келе алмады. Өйткені пенденің не десең де бәрібір өз қамын ойлайтыны, өзімшілдіктің өніп шыққан бұтағы ішкі. Маған да бір ауық көңіл аудар дегендей көңіл терезесінен әсіре күліп, басын қылт етіп тұрады емес пе? Сол күні Айман өзін шын мәнінде үш жолдың айырығында тұрғандай сезінді. Бір жол өзін құрбан етіп, алдыңнан шақыратын да тұратын, қызығы мол тәрізді көрінетін жарқын күндерінен ерікті түрде бас тарту, яғни екінші рет кеуге шықпау. Екінші жол қара басының қамын бәрінен жоғары қойып, перзентін соңынан ертіп алып,
көңілі тартқан адаммен жаңадан отау құру, енесін жалғыз тастап кету. Үшінші жол Қасымды әжесіне қалдырып өз жөнін табу. Нұрбақтың жылы өткеннен кейін сөз салушылар табыла бастады. Бірі абысын ажындары арқылы емеурін білдірсе, бірі тура үйге келіп мән жайларын түсіндіріп Қалампырдың алдынан өтетін. Не десе де соңғы нүктені қоятын, шешімді айтатын Айманның өзі еді. Орайы келіп тұрса да Айман біріне де келісім берген жоқ. Қалампырда келіне бір-екі рет бағыңды байлама, маған алаңдама дегені болмаса одан арыға бара қоймады. Сөз салушылардың көбісі таныс, көршілес ауылдардың адамдары еді. Сөз жатама, біреуден біреу естіп дегендей танымайтын алыс жақтандар да келгендер болды. Айманның келісімін ала алмай, тауы шағылғандар мен жеңіл сөзге жел беруші кейбіреулер тарапынан бет ашылмаған қыздай қылмысы оның қарашы. Ол кемпірдің жайына бас ауыртып жүр деймісің? Оның көкейін тесіп жүргені, енесі өлсе, тамтас, баушарбақ, мал-палды алып қалу ғой. Кемпірдің қанша өмірі қалды дейсің деген ыңғайсыз сөздер де айтылмай қалған жоқ. Мұндайда Айман жұрт не демейді, кімнің аузына қақпақ болғандайсың. Біреулердің осы іспеттес жөнсіз әңгімелерінен қашып, өз отбасымды тастап кете алмаймын деп ойлайтын. Әрбір қолға салып келушілер келіп, кетсе болды үй үшін көңілсіздік жайлап. Айман да Қалампыр да күрсінулерін жиілетіп, мұңайып қалатын. Өйткені ондайлар келген сайын екеуінің де ортақ қайғылары қайта жаңғырып, қай-қайдағылары естеріне түсіп, қапаланып қалатын. Араға ажал келігіп, күйеуінен ажырап қалған алғашқы кездерде Айманның қызуы шарпыған жас тәні күйіп жанып дегбірін алатын. Қазір бірте-бірте көңілі суып, ыстық сезімі басылып, жар төсегіне соншалықты аңсараумайтын, қинала қоймайтын болып барады. Осыдан 1 жыл бұрын абысыны Қалима көрші ауылдағы әйелі өлген Нұрла деген жігіттің көңілін жеткізген. Қалиманың жігітті тіл майын ағыза мақтап айтқан сөзінен кейін ойланып қалған. Содан 2 аптаға жоқ жауабын бермей, екідай күй кешіп жүріп, ақыры болмайды деп кесіп бірақ айтқан еді. Нұрланды Айман бұрыннан білетін. Ол өзінен 4 жас үлкен, ұзын бойлы, кең иықты, келбетті, көркем жігіт еді. Мінезі де жұмсақ, тәрбиелі отбасыдан шыққан. Ауылындағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Қызуы сыртына тепкен, 25-тен енді ғана асқан, еркінен тыс адуынды сезімнің ыстық шарпуына төтеп беріп, салқын қанды мінезіне арқа сүйей білген Айман сол 2 аптаның ішінде өзіне құшағын ашып, күлімсіреп тұрған бақытын үркітіп жіберерін, не бәріне қол сілтеп, оған еркелей қарама қарсы жүрерін білмей дел сал беймаза күн кешкен. Осы күндері ол түнімен жар құшағын аңсап, Нұрланмен қиялында қауышып, сезімнің отына әбден өртенгенді. Бірақ жан жағынан қаумалаған өзге сұрақтар еркіне жібермей, еңсесін езіп, шырықтауына мұрша бермеген еді. Нұрланның бейнесін көз алдына алып келсе болды, күнәһарлық іс жасап қойғандай бетіне қызыл ұялап шыға келетін. Нұрбақтың көзіне шөп салғандай жан жағына жалтақтай қарап, ішкі ойын әлдекім оқып, біліп қойып масқаралаған жоқпын ба деп арсыз сезімін бүркелемегендей рай танытатын. Бұрын күйеуі барда айнала алдында бой түзеп, үсті басын жинақы ұстап, реңді жүзіне Нұрбақты ынтықтыра түсу үшін енесі байқамайтындай етіп, опа-далап пайдаланып қоятын. Күйеуі өлген соң бұлайша сәнденуін доғарған. Ал Нұрлан сөз салған кезде өзін қайтадан айна алдына отырғызған. Айнадағы бейнесіне барлап көз салған келіншек ақ жүзін әлі әжім шала қоймағанын, реңіне кекселіктің белгілері аз-кем тарай бастағанымен, ажары бұрынғы қалпынан соншалықты өзгермегенін байқады да өзді-өзіне көңілі толып, бір серпіліп қалды. Мойылдай қара көздері
жазық маңдайы, қыр мұрыны, әжім айғыздамаған әппақ екі беті кімді болса да бір қаратпай қоймайтындай. Әтсең бар сұлулығы уақыт өте келе тағдырдың тозаңына көміліп, қасиетінен айрылып, нәрсіздене бастайтынын айтсайшы. Мектепте оқып жүргенде құрбыларының арасында ең рендісі Айман еді. Небір бозбалалар оған жүрек жарды сырларын ақ қағазға түсіріп, бірінен соң бірі жолдап жататын. Бұл тұрған жерде бозбалалар сыпайы, тәрбиелі болып көрінгісі келіп, не болмаса бар өнерін салып, мен осындаймын дегенде өздерін көрсетіп қалуға тырысатын. Сұлу, ажарлы кейбіреулердің өз ортасында паңданып, өзгелерге үстемдікпен, тәкаппарлықпен, менсінбеушілікпен қарап, қаз дейіп қалатыны бар ғой. Ондайлар кеуделеріне өзімшілдіктің, қиқар, қисық мінездің кеселін жұқтырып алады. Ал Айманды өзінің табиғатынан ұяң, кішіпейіл, ізетшіл болып өскені, бетке біткен сұлулықтың арғы жағында іліп алар түйсік болмаса бәрі де бекер екендігін терең түсінгендігі кекіретпей, өр көкірек, өзін биік санау тәрізді жағымсыз қасиеттерге жолата қоймады. Айнадағы бейнесіне сүйсіне қараған Айман алдағы күндері осы 4 бөлмелі үйде қамалып, бір тоға күйкі тірліктің төңірегінде қасыққа байланғандай айналшықтап шыға алмай өтетіндігін, оған өзінің бел шеше қамданып қойғандығын ойлағанда жүрегі зырқ ете қалды. Іле күйеуімен көңілін білдірген Нұрланның келбетті бейнесі көз алдында көлбеңдеп тұрып алды. Не істеу керек? Осы сұрақты өзіне қойған сәтте әлгі бейнелерді енесінің сұлбасы ысырып, санасы сілкініп шыға келді. Тәтті сезімдері кеудесінде тұншықты. Жылады, зағы булықты, көзден аққан жас бетін жуып, ажарлы келіншекті одан сайын құлпырта түскендей. Айман есік алдын басып қалған қарды қонышынан кешіп барып, бастырма астындағы тамызық пен бір шелек көмірді үйге алып кіріп, от жақты. Үйдегі салқындықты әп-сәтте құрдымға жіберген жылылық Айманды көңілдендіріп жіберді. Енесінің құманына жылы су құйды. Жаңа ғана сырттағы суықтан денесі тітіркеніп, зып беріп ішке кіріп кеткен Айман қайтадан аңсары тысқа ауып, жылы киімдерін, етігін киіп далаға шықты. Қыбыр еткен жан көрінбейді. Тіршілік атаулы қалың қарға көміліп жоғалғандай. Салқын, таза ауаны құмарта жұтып, тынысы ашылған Айман екі жағына еліктей елеңдеп қаратты. Ешкім қарап тұрмағандықтан еркінсей, әппақ қарға еркелегендей, құлашын жайған күйі жас балаша құлай кетті де, ол жақ бұл жағына рахаттана аунады. Аспандағы сейрей бастаған жұлдыздарға қол соза әлдене дегендей болды. Енесі үйден шыға келіп, мұнаған не көрінген деп ұрсып жүрер. Әлде кім көріп, жын ба деп күлер деген қауіп санасына кіріп шықпады. Ол бар дүниені ұмытып, мына кіршіксіз ақ үлпек қар мен енді ғана туып келе жатқан бозғылт таңның ерке қызындай ғашықтықпен, пәк көңілмен елжірей елітіп, бір сәтке жалғанның қисынын тауып, қиюластырып тоқыған тікенекті торынан азат болғандай. Еш нәрсе ойлағысы келмеді. Бірақ ойдан қалай қашып құтылмақ? Бұл әншейін шерлі жесірдің бостандыққа, пендешіліктің белін аттап өтіп, белгісіздікке жұтылып кете барсам ғой деп ешқашан орындалмайтын ойының шаужайына жармасқан түрі еді. Ол екі қолымен үлпек қарды уыстай алып, оны үрлеп, алақанында қалған аз ғана қалдығын бетіне басты. Осындай қар жауған күндері Нұрбақ екеуі үйден ұрлана шығып, бір-бірін қуалап, қар шашысып асыр салатын, балаша қызыққа бататын. Нұрбақ қуып жетіп, жерге құлата қойын қонышына қар тыққылайтын болды дегенде, ол бұны қапсыра құшақтап, құндақтаулы сәбидей көтерген күйі шыр айналдыратын еді-ау. Ақ жаймадай аппақ дүние жалт-жұлт ете сиқырланғанда, бейне бір алтынмен қапталған айшықты сарайдың ішінде хор қыздарының арасындағы ханзададай құрметтің шексіз мұхитын кешіп бара жатқандай боласың.
сезімнің селдете төккен әсем әуезі жүрегіңді аймалап, желпігенде санаңды сан түрлі, сан қилы сұлу ойлар, сұлу көріністер қаумалап, қанаттандырып, серпілдіргенде ұмытылмастай көрінетін ұсқынсыз өткен күн бейнелері ескерусіз ысырылып бір қалтарыста қалып қоймақ. Бірақ олар қайта бой көрсетіп шыға келетіні өкінішті-ақ. Бәрі де өте шықты. Өмірдің қызығы жартылат деген осы болар бәлкім. Бірі мәңгілікке, белгісіз әлемге жол тартып кете барды. Екіншісі Айман сәлден кейін ұйқыдан оянғандай селк ете жан жағына көз салып еді. Тос сыртында енесінің тұрғанын көріп қалды. Ол ыңғайсызданып, бөкебайын түзеп, үсті басының қарын қағып, мал жайғауға ертерек болса да қораға кіріп кетті. Әншейінде бір сөйлеп қалатын қалампыр ештеңе демеді. Құрметті тыңдаушылар, соңына дейін тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Егер де каналға тіркелмесеңіздер, онда қызықты оқиғалар мен әңгімелерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, осы әңгімеге лайк басып, астына пікір қалдырып, мені қолдап кетсеңіздер. Әңгіме авторы Жолдыбай Базар.